Құрметті көрермен, жарнамадан кейін біз эфирлік уақытымызды жалғастырудамыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, қайырлы күн дейміз. Апта басы дүйсенбі сіздер үшін бір жоспарларыңыз орындалған күн болсын. Сағат тілі 12-ден асты. Демек, мен эфирде жалғыз емеспін. Өзім уәде еткендей бүгінгі тақырыбымызға сай қонақ келіп отыр. Атап өтсем, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің бағдарламалық қамтамасыз ету кафедрасының аға оқытушысы, техникалық ғылымдар магистрі Абилтаев Дастан Саматұлы келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Көңіл-күй қалай жеттіңіз? Жақсы жеттім, көңіл-күй тамаша. Онда ең бірінші сұрағым, жалпы енді көрерменге өзіңізді таныстырып өтіңізші, бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Толық аты жөнім Абилтаев Дастан Саматұлы. Өзім жас кезімнен негізі физикаға қызыққанмын, ең біріншісі. Әртүрлі электроникаларды шоқып, оның ішінде не бар деген содан қызығушылық басталды. Содан кейін өзім педагогикалық институтқа оқуға түстім, информатика мамандығы бойынша. Содан кейін ары қарай кетті ғой. Содан кейін бізде бағдарламалауды үйрендім. Одан кейін әртүрлі проекттарым бар, жобаларым. Солармен айналысып, қазір осы мамандықта жүрмін. Яғни жеке қызығушылықтан туындаған дүние, Жалпы енді қазіргі балалар гаджеттермен ерте танысады, ол анық. Бірақ олардың цифрлық сауатты деп айтуға бола ма, әлде бұл тек иллюзия ма? Цифрлық, жалпы мобильді құрылғыны пайдалану бұл цифрлық дағды деп айтуға болмайды. Өйткені ол, мысалы, жалпы кішкентай балаларда ата-аналар беріп қояды, ол үйрену мүмкін, бағдарламаларға, программаларды ашып, қалай кіруін, тіркелуін білу мүмкін, бірақ ол цифрлық сауаттылыққа жатпайды. Өйткені ол жерде ол бала тек қана программаның қалай жұмыс жасауын біледі. Ары қарай цифрлық сауаттылық негізі кен ұғымды алады. Оның ішінде кейбір қауіпсіздік бар. Қазір көптеген мошенниктер көбейіп кетті ғой, соған байланысты олар білмейді, балалар. Сол бар, сосын цифрлық этика деген бар. Содан кейін қалай мәлімет шын ба, өтірік па, оны сараптай алмайды. Сондықтан бұл қате түсінік деп ойлаймын. Яғни кен ұғымды цифрлық сауаттылық дегеніміз. Жалпы цифрлық сауаттылық тек IT мамандарына керек деген көзқарас бар, бұл пікірмен келісесіз бе? Бұл пікірмен келіспеймін. Өйткені кейбір туыстарым бар, әріптестерім бар, мысалы, жақын таныстарым бар. Айтады ғой, мысалы, сіз білесіз, енді маған істеп бере салыңызшы деп. Негізі ол қате түсінік, әрбір қазіргі 21-ші ғасырда әрбір азамат бұл цифрлық құрылғыларды қолдану білу керек. Өйткені қазір бізде барлық жерге, әрбір мамандыққа цифрлық сауаттылық енгізілген, яғни цифрландырылған барлық сала. Мысалы, компьютерді қолдану, әртүрлі контент жасау, мысалы, мобильді құрылғымен. Бұл әрбір азаматтың қазіргі міндеті деп ойлаймын. Заманға сай болу дейсіз. Жалпы жаңағы цифрлық жүйе, цифрландырылған заман деп жатырмыз. Енді бұл заманның пайдасы мен зиянын айтып кетсеңіз. Әрине, әрбір технологияның пайдасы мен зияны бар. Мысалы, бізде осы цифрлық технологияларды қолдану, мысалы, бізде біріншіден денсаулыққа әсер етеді. Мысалы, көздің нашар көруі, жақын ұстауы, мысалы, цифрлық құрылғыны жақыннан ұстау тұрса, көз уақыт өте келе нашарлай түседі. Содан кейін ойлауға әсер етеді, сөйлеуге әсер етеді. Яғни бұның жақсы жағы және жаман жағы бар. Жақсы жақтары енді көбірек, бірақ минус жақтары да бар осындай. Ең бірінші денсаулығымыз құртылады. Бұны шектеу қойып, өзінің нормасымен пайдаланған дұрыс. Яғни мөлшерден тыс пайдаланған жағдайда кері әсерін тигізеді. Ал енді пайдасын айтатын болсақ? Пайдасы кез келген, мысалы, құрбыңызбен, жолдасыңызбен кез келген жақта жүрсеңіз де тікелей хабарласа аласыз, қай жерде жүру, немесе керек болса бір құжаттарды жібере аласыз, тез. Бұрынғыдай емес, енді әлі тез жұмыс жасайды. Пайдасы өте көп. Осы орайда енді өзіңізге ең тиімді деген, ең ұнайтын жаңағы бағдарламаларды айтып өтіңізші. Осының пайдасы көп мен үшін деп. Ең пайдасы қазір барлығы контент жасаумен айналысады ғой. Мысалы, Adobe Premiere айтуға болады, Photoshop'ты айтуға болады. Енді соткадағы программа айтпай қойын, өзім компьютерді қандайын қолданам, соны айтайын. Осылар, сосын DaVinci деген видео редакторлар бар.
Сосын так, содан кейін осы WhatsApp бар, WhatsApp, Telegram, әртүрлі. Осы бағдарламалар сіздің көмекшіңіз болып саналды, сүйікті бағдарламаларыңыз. Жалпы енді цифрлық сауаттылыққа нені жатқызсақ болады? Қайтып өтейікші осы. Цифрлық сауаттылық бұл және айтып өткенде кең ұғымды алады. Оның ішінде тек қана технологиялар ғана емес, оның ішінде мысалға бір ақпаратты сараптау, оны анализ жасау, бұл фейк па, фейк емес па деген сияқты. Қазір ақпарат заманы ғой. Кейбір адамдар жалған ақпарат таратады. Сол жалған ақпаратты сіз мысалы адам, осы заманға адам оны сараптап, ол қате ма, дұрыс па деген сияқты сараптай алу керек. Содан кейін бұның ішіне тағы да кибер қауіпсіздік келеді. Яғни әртүрлі құрылғыларда қалай жұмыс жасау керек, өзінің мәліметтерді қалай қорғау керек. Мысалы біз өзіміз барлығымыз Инстаграмды қолданамыз. Инстаграмда кейбір мысалы бойжеткендер қай жерде тұратынын фотоға түсіріп жатады, немесе қай жерде мысалы қай жерде жүр екенін дәл сол моментте. Сонымен қатар кей кезде болады енді жеке деректерін де салып жіберуі мүмкін. Мысалы куәлігінің, жеке куәлік, әртүрлі мысалы документтердің, яғни өзіне ғана тиесілі документтерді жария етіп жүреді. Яғни осы кезде бізде кибер қауіпсіздік керек. Оның сосын цифрлық этика бар. Яғни адамдармен онлайн сөйлескен кезде оларға құрмет көрсету, авторлық құқықты сақтау. Жаңа айтып өткенде Инстаграмда біз фото саламыз, видео саламыз. Яғни осы біреулер видеоны фото жасайды, біз келеміз де оның авторлық құқығын сақтамай, біз де жариялап жібереміз. Осы кезде бізде авторлық құқық керек. Яғни сол жасаған адамдардың авторы екенін көрсету керек. Олардан рұқсат сұрау керек. Рұқсатын алу керек. Яғни жаңағындай цифрлық сауаттылықпен бірге негізі заңды да білген жөн, өйткені нөмірін шығарып жатады, жаңағындай барлық көрсетілімге фотосын шығарып жатады рұқсатсыз. Бұнда енді ең жаңағындай қауіпсіздікті, этиканы сақтау маңызды дейсіз ғой. Енді жалпы осы жаңа қауіпсіздік, онлайн қауіпсіздік туралы сөйлессек, сіз өзіңізді цифрлық ортада қаншалықты қауіпсіз сезінесіз? Қарапайым қолданушыларға қандай кеңес берер едіңіз осы қауіпсіздік жайында? Жалпы өзімді мен 100% қауіпсіз деп айта алмаймын. Өйткені қазір заманда, цифрлық заманда, мысалы бір адамды бұзғысы келсе, хакерлер әртүрлі жолын табады. Мысалы оның қызығушылықтарын біліп алу мүмкін, Инстаграм біліп алу мүмкін. Инстаграм білсе, ары қарай қайда жүріп, қандай орындарда тамақтанады, қандай қызығушылықтар бар екенін біліп алады. Жалпы өзім қандай тәсілдерді қолданамын, соны айтып өтейін. Мен біріншіден мысалы фото салғанда, оны қай жерде түсірілгені, геоданныйын мен жария етпеймін. Сонымен қатар әртүрлі құрылғыны қолданған кезде міндетті түрде екі факторлы аутентификация қосу керек. Қазір көбісінің WhatsApp-ын, Telegram-ын бұзып жатады. Яғни сол WhatsApp-ына кіріп, таныстарынан ақша сұрап жатады. Яғни осы кезде осы екі факторлы аутентификация жақсы көмектеседі. Содан кейін қиын парольдар қою керек. 8-ден 15-ге дейін цифрлар қою керек. Арасында сызықша болсын, әртүрлі символдар. Сонымен қатар өзімнің қолданатын сайттарда әрбір паролімді әртүрлі қылу керек. Бізде адамдарда көбінесе былай ғой, мысалы бір Mail.ru-ға кіріп, почтасын паролі қандай, қалған сайттарда дәл сондай парольді қолданады. Әрбір сайтта өзінің жеке паролі болу керек. Осындай негізі баптауларды, ұсыныстарды, критерийлерді сақтанса, өзінің қауіпсіздендіре алады. Меніңше осы жаңағындай тұстарды ұстанған жөн дейсіз ғой. Жалпы сіз сабақта қандай цифрлық құралдарды жиі қолданасыз? Оларды студенттерге әсер қандай цифрлық жүйелердің? Жалпы мен студенттерге, енді біздің студенттер бағдарламалау үйренеді. Мен оларға әртүрлі тәсілдерді қолданамын. Мысалы бізде Kahoot деген сайт бар, Quizzes деген сайт бар. Әртүрлі тест өткен кезде олардың білімін тексеруге қолданамын. Сонымен қатар бізде AR, VR технологиясы бар. Ол бізде AR бізде толықтырылған шындық деп аталады.
VR бұл виртуалды шындық. Яғни мен жаңағы студенттерге осы тәсілдерді көрсету арқылы сабақ беремін. Сонымен қатар бізде сол технологияны үйретуде жатамын. Қалай қолдану керек, қалай жасау керек екенде. Сосын сонымен қатар жасанды интеллект қазір жақсы дамып жатыр, оны да қолданамыз. Яғни кей кезде кейбір мысалы студенттер олар жақсы қолданады жасанды интеллект. Мысалы бағдарламалау кезінде бізде әртүрлі кодтар бар. Кодтарды қалай мысалы кейбіреу түсіне қоймайды. Сол кодты жіберіп, сол жасанды интеллекттен сұрап жатады. Бұл да бір оқудың бір тәсілі болып табылады қазіргі кезде. Ал студенттердің қызығушылығы қандай, жалпы қызығушылық танытады ма өздері? Иә, ізденіс өте жоғары деп аталамын. Өйткені біздің универде енді жақсы мамандықта оқып жатыр. Бізде сонымен қатар әртүрлі мамандықтар, әртүрлі мысалы пәндер беріледі. Соның ішінде бізде робототехника бар, дрондарды құрастыру бар. Яғни соларды жақсы үйреніп, өздері де қызығушылық танытады. Мысалы кейбіреулері мысалы робототехника негіздерінде өздері құрылғыларын сатып алып, мысалы Arduino платформасында жұмыс жасаймыз. Сол Arduinoны өздері сатып алып, мысалы әртүрлі эксперименттер жасауда. Кейбіреулер маған көрсетеді, маған мен осындай жасап жатырмын. Жақсы, осы ары қарай дами бер деп ақыл кеңесімді беремін. Кейбіреулері сайт жасап жатады, әртүрлі өзінің проекттері бар. Мысалы кейбіреулері сервер құрып жатады. Серверға әртүрлі ойындар, мысалы Майнкрафт, соны орнатып, өзінің жарнамасын беруде. Осыны кіріп ойнаңдар деген сияқты. Яғни сіз тапсырма бермесеңіздер де тапсырмадан тыс өздерінің қызығушылықтарын көрсетуде. Енді студенттермен жұмысқа әлі оралатын боламыз. Жалпы енді құрметті көрермен, шағын ғана жарнамаға кезек берейік, жарнамадан кейін міндетті түрде жалғастырамыз. Құрметті көрермен, біз жарнамадан оралдық. Енді хабарымызды әрімен қарай жалғастырайық. Еске сала өтейін, бүгінгі біздің тақырыбымыз цифрлық сауаттылық, 21 ғасырдың жаңа әліпбиі. Осы тақырыпқа сай өзіміздің эфир төрінде қонағымызда отыр Дастан Саматұлы. Яғни хабарымызды жалғастырайық, сұхбатымызды жалғастырайық. Жалпы енді цифрлық сауаттылық жайлы сөйлескен болатынбыз. Осы цифрлық сауаттылық мектеп бағдарламасына енгізілген дұрыс деп ойлайсыз ба? Әрине дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бізде, мысалы қараңыз, біз кезімізде бізде оны үйреткен жоқ. Бізде мысалы кейбіреулері әртүрлі алаяқтардың арбауына түсіп қалып жатыр. Міндетті түрде осы мектеп жасынан бастап оны үйрету міндетті деп ойлаймын. Өйткені қазір жаңа айтып өткенде бізде осы заман цифрлық заман, цифрлық құралдарды білу керек. Жаңағы цифрлық сауаттылықта міндетті түрде киберқауіпсіздікті білу керек, фишинг сайттармен жұмыс жасауды білу керек, қалай пароль құру керек, екі факторлы аутентификацияны қалай құру керек, барлығын үйреткен дұрыс деп ойлаймын. Өйткені кішкентай балалармен қатарда қазіргі ересектерде алаяқтардың арбауына түсіп қалып жатады. Яғни ол дегеніміз үлкен ересектердің цифрлық сауаттылығының жоқтығы. Яғни олар тек қана бағдарламаны қолдануды біледі, бірақ қалай өзінің қорғау екенін білмейді. Яғни кішкентай кезінен үйретсек, осы жаңағындай келеңсіз жағдайлардың алдын аламыз, иә? Жалпы енді онлайн білім беру қарқынды дамуда, бұл үрдіс болашақта дәстүрлі білім беруді ығыстырады деп ойлайсыз ба? Жалпы менің ойым, ол дәстүрлі білім беруді ығыстыра алмайды, өйткені толықтыру мүмкін, бірақ ығыстыра алмайды әзірше. Өйткені онлайн білу мен дәстүрлі сабақ беру екеуі әртүрлі. Мысалы біз кішкентай бүлдіршіндерге, мысалы мектеп жасындағыларға ол дәстүрлі сабақ беру міндетті түрде. Өйткені олармен қарым-қатынас жасауымыз керек, коммуникация жасауымыз керек. Егер де оларды кішкентай бүлдіршіндерді онлайнға өткізіп жерсек, олар енді ойын баласы, оларды технология түсінбейді. Яғни өзінде ұстай алмайды. Яғни өзін ұстау этикасы болу керек. Яғни мен ойымша онлайнда тек қана қолдануға болады ересектерге. Яғни ересектер ол сабақтың маңызды екенін түсінеді біріншіден. Содан кейін өз-өзін уақытын басқара алады. Сосын өз-өзіне мотивация бере алады. Бізде мектеп оқушыларына онлайнда енді беруге болады, бірақ дәстүрлі
білім берумен араластырып, толықтырып. Яғни біздің жаңағы өсіп келе жатқан бүлдіршіндер ол әзірше өз уақытын басқара алмайды, ойнағысы келеді әлбетте. Сол міндетті түрде әзірше дәстүрлі білімді ұстанған дұрыс. Яғни кішкентай бала үшін сабақпен білімнің маңызы жоғалып кететін сияқты, онлайн сабақ болатын болса. Келісемін. Жалпы енді студенттермен жаңағы жұмыс туралы сөйлесейікші, студенттерге қандай жобалармен айналысуға кеңес берер едіңіз? Жалпы студенттер көбінесе өз қызығушылықтары бойынша жұмыс жасайды. Көбісі сайт жасауды үйренеді, сайт жасауды қызығады. Әртүрлі, мысалы, қазір бізде әртүрлі сайттар бар. Мысалы, біз өзімізде, мысалы, Қазақта той болған кезде оларға шақыру билетін шығарып жатады. Мысалы, сайт арқылы шақыру билетін шығарып жатыр қазір. Хит деуге де болады соны. Сонымен қатар бағдарламалау, әртүрлі бағдарлама жасау, AR, VR жаңағы жақсы дамып жатқан. Қазір көбінесе бізде мұғалімдер, тіпті студенттер де осы технологияны меңгеруде. Енді мұғалімдер тек қана дайын программалармен жұмыс істеуді білсе, ал студенттер оны нөлден бастап қалай құру екенін біледі. Сонымен қатар негізгі бағдарламалық тілдерін үйреніп жатады. C#, Python бар, C++ бар, Java бар, әртүрлі. Яғни студенттер өзі қызығушылығына сай өзінің бағытын табу керек. Әртүрлі, мысалы, егер де білмей жатса, қандай бағытта екен, әртүрлі саланы тексеріп көрсін өзі. Яғни, мысалы, оған UI, UX ұнай ма, дизайн ұнай ма, немесе бағдарламалау ұнай ма, яғни екі жағын таңдау керек. Яғни аз-аздан көріп, қайсысы жақынырақ, сонымен жұмыс істеген жөн дейсіз ғой. Енді бағдарламаны үйренуді неден бастау керек осы өзіңіз айтып өткен бағдарламаларда? Бағдарламалауды негізінен бізде мектепте біріншіден Scratch бағдарламасы арқылы, яғни блоктық бағдарламалау дейді, әртүрлі блоктарды қою арқылы үйретеді. Яғни ол бізге жаңағы оқушыларға программаның логикасын түсінуге көмектеседі. Міндетті түрде бірінші бағдарламаны үйренген кезде оның логикасын түсіну керек. Яғни біз жаңағы бағдарлама қалай ойлайды, біз соны ойлауымыз керек. Яғни және де біз қалай ойлаймыз, соны бағдарламалауға солай енгізуіміз керек. Яғни біз қалай ойлағымыз келеді, дәл солай бойынша жаңағы блоктық бағдарламалау арқылы солай жасауымыз керек. Яғни мектеп бағдарламасының жаңағы Scratch бағдарламасы арқылы үйретеді, одан кейін Python кетеді, содан кейін C#, C++. Яғни ең бірінші негізгісі жаңағы оның логикасын түсіну керек. Соның бастап уже ары қарай кез келген бағдарлама тілін түсіне аласыз. Түсінікті. Енді университет қабырғасында жүрген IT саласында тәжірибе жинаудың жолдары қандай? Тәжірибе жинаудың жолдары әртүрлі курстарға қатысу. Яғни бізде мұғалімде көбінесе уақыт бола бермейді. Сонымен қатар бізде де енді уақыт табамыз. Яғни өзіміздің қызығушылығымыз бар, әртүрлі курстарға қатысамыз. Кем дегенде әртүрлі курстар бар. Мысалы, 1 айлық, 2 айлық, әр кетсе 6-7 айлық курстар бар. Яғни осындай курстарды өтуіміз керек міндетті түрде. Сонымен қатар өз саласының мамандарымен коммуникация жасауымыз керек. Әртүрлі болсын, Telegram, әртүрлі платформалар, жаңағы WhatsApp болсын. Сосын міндетті түрде ағылшын тіліндегі мамандардың шығарған мақалаларын оқуымыз керек, солардан үлгі алуымыз керек. Мысалы, айтып өткен, бізде AR/VR осы жақында ғана дамып жатыр. 1-2 жыл дейік. Ал жаңа AR/VR, мысалы, Америкада, Еуропада 8 жыл бұрын сояқта дамыған. Қалып қойдық, өкінішке орай. Сол міндетті түрде қазір орысша емес, қазір ағылшын түпнұсқада оқуымыз керек. Яғни Америкадан қалмауымыз үшін. Түсінікті. Яғни біліктілікті арттырып отыру маңызды дейсіз ғой. Жалпы енді өзіңіз бөлісе кетесіз бе, қандай жаңалықтармен, біраз жаңалықтар болып жатыр деп естідім, университет қабырғасында болсын, осы салада болсын, бөлісіп кетсеңіз? Жалпы біз студенттермен, жалпы өзім студенттермен жұмыс жасаймын, яғни бағдарламашылармен. Олармен біз өткен жылдары AR әліппені шығардық, яғни қазақ тілін үйренуге арналған бағдарлама.
яғни Android платформасына арналған бағдарлама. Оның ішінде айтылым бар, жазылым бар, оқылымы және тыңдалым бар. Яғни осы 4 критерий бойынша барлығын жасап шығардық. Яғни арнайы карточкалар, 42 карточка, жаңа бағдарламамен көрсеткен кезде толықтырылған шындық технологиясы бар ішінде. Соны шығарып, әртүрлі 3 объекттерді көруге болады. Көбісі анимациямен, сосын дауыстар да бар. Сонымен қатар бізде айыр анатомия деген бар. Яғни толықтырылған шындық, адамның дене құрылысы, дене бітімі, яғни биология саласы бойынша осындай жасадық. Қазір жасап жатқан жаңа жобаларым, ол бізде қазір виртуалды тур жасап жатырмын. Әзірше айтпай қойын, ол құпия болсын. Яғни музейдің виртуалды турын жасап жатырмыз. Алда негізі біраз күтетін жобалар көп дейсіз ғой? Өте көп. Бұның барлығы енді студенттермен бірлесіп жасап жатыр, әлде өзіңіз? Жоқ, студенттермен бірлесіп, яғни мен жетекшісімін. Олар мен жаңағы бағдарлама арқылы, ол бағдарламалау тілдерін жаңағы үйрену арқылы осы бізде бағдарламаны жасаудамыз. Түсінікті. Енді хабарымызды тамамдайтын болсақ, мынандай бір сұрақ қойып кетейін. Егер сізге 1 минут берілсе, жасөспірімдерге цифрлық әлемде адаспай дұрыс бағытта жүру үшін қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы цифрлық сауаттылықты үйренген дұрыс. Сонымен қатар жалпы жасөспірімдерге айтарым, әр мәліметті тексеріп алған жөн, саралап, анализ жасаған дұрыс. Қазір айтып өттім, фейктер көбейіп кетті, әртүрлі мәліметтер, жалған мәлімет. Соны тексеріп алғанымыз дұрыс. Сосын кибер қауіпсіздікті үйренгеніміз дұрыс, өзімізді қауіпсіздендіру түрлері қандай. Сонымен қатар айтқым келетіні, яғни техника сен емес, сен техниканы басқарсын деген келеді. Яғни өз уақытында тиімді пайдаланып, жаңа технологияны пайдаланған дұрыс. Яғни қайда бір ойындарға былай назар аударып уақытты соған бөлгеннен гөрі, дамып жатқан дүниені зерттеп, саралап, өзінің қауіпсіздігін орнатқан жөн дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Дастан Саматұлы, бүгінгі берген сұхбатыңызға үлкен рахмет. Енді алдағы жобаларыңыз өзіңіздің ойдағыдай болып, бізді жақсы жаңалықтармен қуанта беріңіз дейміз. Рахмет. Енді көрерменге айтатын мүмкін бір сәлемдемелеріңіз болса, мархабат. Жалпы Қазақстан халқына айтарым, көбінесе бізде қазір жаңағы алаяқтар көбейіп кетті. Өздеріңіздің осы цифрлық сауаттылықтарыңызды ары қарай дамыта беріңіздер. Өйткені бұл өте керек дағдылардың бірі. Сонымен қатар өздеріңізді қауіпсіздендіру салаларын, жаңа критерийлері қандай бар, бағдарламаларды зерттеңіздер. Тек қана қолданушы емес, жаңағы белсенді қолданушы болуды ойланыңыздар. Және мұқият болыңыз. Мұқият болыңыз. Рахмет. Құрметті көрермен, біз хабарымызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз міндетті түрде, әрине шағын ғана жарнамадан кейін.